Бүгінгі тақырып ол ас қорыту жүйесі. Соның ішінде эмбриологиясын қарастыратын боламыз. Ең бірінші жоғары жақтан бастасақ, біздің тілдің дамуы. Тіл өзі ата көрсетіп қойған алдыңғы 3/2 бөлігі бар тілдің, және артқы 1/3 бөлігі бар. Тілдің эмбриологиясын түсіну үшін бізге оның қандай структуралардан дамитынын білу керек. Ол бізде доғалардан дамиды, арч дейді. Бірінші, үшінші, төртінші доғалардан дамиды. Ол доғаларды білу үшін, жалпы ол доғалар қайдан келді? Бізде жұтқыншақтың аппараттары деп айтуға болады. Липоклеточный аппараты дейді. Сол жерде осы структура именно эмбрионның жел безектері мойын бөлігінде орналасады. Ол жерде 3 түрлі структурадан тұрады. Яғни қуыс, шел дейді, клефт, доғалардан тұрады, арчс и қалталардан тұрады. Мына жақта көрсетіп қойған қалталар, доғасы және арасындағы қуыстар, былайша айтқанда. Осы концептпен біз тілдің қайдан дамитынын түсінеміз. Тіл бізде бірінші доғадан дамитын еді, алдыңғы бөлігі, алдыңғы 3/2 бөлігі, және үшінші, төртінші доғадан дамиды. Артқы 1/3 бөлігі үшінші, төртінші доғадан дамиды. Бұл клеточный аппараттар жайлы толығырақ сол еңлік сақтарда айтады. Енді тілдің өзіне келетін болсақ, осы тілдің алдыңғы 3/2 бөлігі 2 түрлі нервпен қамтамасыз етіледі, нервтеніледі. Оның тілді, яғни тілдің сезімталдығы, тілдің ауысымы сезімдерін біз 5-ші нерв арқылы нервтендіреміз. Одан бөлек 7-ші нерв бар. 7-ші нерв ол көбінесе тәттіні сезуге, тәтті дегенде, яғни дәмді сезуге бағытталған. Яғни 7-ші нерв арқылы дәм сезу аппараты жұмыс жасайды. Одан кейін енді артқы 3/2 бөлігі бізде 3-ші, 4-ші доғалардан құралған, яғни бағанағы фарингеальный дугалардан. Бұл жерде уже бір ғана нерв арқылы, яғни 9-ші нерв арқылы бағанағы сезім мүшелерде, яғни сезу және дәм сезу аппараттары 9-ші нерв арқылы нервтендіріледі. Және ең соңғы бөлігі ол, яғни ең артқы бөлігі, ол же бізде жұтқыншақпен байланысқан жері. Ол же бізде нервус вагус арқылы нервтендіріледі, және ол жақ дәмді және сезімтал ауырсыну деген секілді сезімдерді 10-ші нерв арқылы, нервус вагус арқылы сезеді. Одан бөлек бізде тілді қозғалтатын нервтер бар. Олар 12-ші нерв және нервус вагус арқылы іске асырылады. 12-ші жұп нерв ол 3 түрлі бұлшықетті нервтендіреді. Оның ішінде генеглоссус бар, хипоглоссус бар және стилоглоссус бар. Ол үшеуі 3 түрлі қызмет атқарады. Хипоглоссус ол тілді артқа қарай тартып және төмен қарай түсіруге жұмыс жасайды. Генеглоссус ол тілді алға қарай шығаруға, және стилоглоссус ол адам тамақ жұтқан кезде ол екі қанаты бар тілдің. Сол екі қанаты трубочка секілді жиырылуына осы стилоглоссус бұлшықеті жауап береді. Және нервус вагус арқылы ол тамақты жұтқан кезде, жұтып жатқан кезде тілдің артқы бөлігін көтереді. Сол бағана біз айтқанда анақта қысқаша көрсеткен, тәттіні сезетін бізде 3 түрлі нерв бар, 7, 9, 10. Ауырсынуды сезетін 3 түрлі нерв. Үшкіл нервтің 3-ші тармағы, яғни максиллярис, мандибулярис деген, сосын 9-ші, 10-ші нерв арқылы. Және қимыл қозғалтқыш, яғни моторный функциясын 10-ші, 12-ші нервтер атқарады. Бұл бізде мнемоникалар жақтау үшін. Егер керек болса, өздеріңізге жазып аларсыздар. Бана бұлшықетті көрсететін болсам, суретте анық болмайған, егер қажет болса сіздерге жібере аламын суреттерін. Бана міне хипоглоссус бұлшықеті, стилоглоссус, генеглоссус. Одан бөлек банағы 10-ші нервус вагус арқылы нервтендірілетін палатоглоссус бұлшықеті. Алдыңғы 3/2 бөлігінің границасы былайша айтқанда. Келесіде бізде уже жалпы ас қорыту жүйесінің эмбриологиясы. Ол 3 түрлі бөліктен тұрады. 3 түрлі органдардан, 3 түрлі мүшеден дамиды деп айтсақ болады. Ол форегат, мидгат және хингат. Инофарингеал оригин дейді, яғни ол мына бөлігі. Жалпы міне эмбрион көрсетілген, форегат деген, яғни ең жоғарғы бөлігі. Ол бізден суретте көрсеткендей өңештен басталып 12 елешектің 3/1 бөлігіне дейін орналасады. Ол форегат. Одан кейін бізде сарымен көрсетілген мидгат, ортаңғы бөлігі, ол ары қарай 12 елешектің 3/2 бөлігі, және тоқ ішектің
поперечный бөлігі бар, соның 3/2 бөлігіне дейін осы мидгат жалғасады. Одан кейін хингат, ол осы қалған поперечный кесіндісінің 3/1 бөлігінен бізде тік ішектің жоғарғы бөлігіне дейін тік ішек бізде екі бөлікке бөледі ғой, жоғарғы және астыңғы бөлігі, яғни анус. Сол бізде линия болады ол жерде, сол линияның жоғарғы бөлігіне дейін осы хингат жалғасады. Бұлай бөлудің вообще қызметі немесе бір ерекшелігі не деп айтатын болсақ, ол қанмен қамтамасыз етілуінде. Форегат бізде черный стол дейді ғой, целиак транк арқылы қанмен қамтамасыз етіледі. Яғни барлық бауыр, асқазанға, ұйқы безіне, бізде нақты мына жерде бізде нейроциттердің моласы бар ғой, аты есіме шығып кетті. Яғни сол барлығы бізде целиак транк арқылы қанмен қамтамасыз етіледі. Мынау бізде төмендетілген алатау ғой, соның тармақтары. Мидгат ол жоғарғы шажырқайлық артерия арқылы қанмен қамтамасыз етіледі, верхняя брюшечная артерия, және төменгі бөлік бағанағы анусқа дейін жалғасатын, ол бізде төменгі шажырқайлық артерия арқылы қанмен қамтамасыз етіледі. Бұның маңызы неде? Мысалы, кейбір кезде біз тоқішектің төмендеген бөлігі, яғни мына бөлік қандай артериямен қанмен қамтамасыз етіледі деген кезде біз осы эмбрионды еске түсіріп, яғни төменгі шажырқайлық артерия арқылы екенін уже біліп отырамыз. Осылай жаттаған ыңғайлырақ. Осылай біз 3 кесіндіге бөлдік эмбрионды, именно аспорту жүйесін. Енді нормада осы ішектерде қандай процестер болып жатады эмбрионалдық кезеңде? Ол 4-6 апта аралығында бізде асқазан 90 градусқа сағат тілімен бағыттас бұрылады. Сол бұрылыстың уақытында бізде екі түрлі нерв бар, нервус вагус. Олар оң жақ және сол жақ. Ол екеуі басында асқазанның екі бүйірінен келе жатады. Асқазан 90 градус жасаған кезде, ол же біреуі алдына қарай кетеді, екіншісі артқа қарай кетеді. Осындай бұрылыстар жасайды асқазан 90 градусқа. Ол 4-6 аптада. Одан кейін, мына жерде жазып көрсеткен, яғни сол жақ нервус вагус ол алдыңғы бөлігіне қаралады. Алдыңғы позицияда болады, және оң жақ нервус вагус ол уже артына қарай кетеді. Ал осы кезеңде, мынау бізде мидгат көрсеттік, 12 ішектен тоқ ішекке дейін созылады. Бұл жерде не болып жатады? Бізде 6-шы аптасында физиологиялық жарық ретінде мидгаттың ортаңғы бөліктің мүшелері, тоқ ішектер бізде кіндіктің сақинасы арқылы сыртқа қарай шығады. Сөйтіп 10-шы апталық даму кезеңінде осы іштің бөліктері бұрылыс жасайды. Жоғарғы шажырқайлық артерияның бойында. Ол бұрылыс та маңызды, яғни осы жоғарғы шажырқайлық артерия арқылы барлық ішектің бөліктері қанмен қамтамасыз етілуі үшін. Ол 270 градуста уже сағат тіліне қарсы бағытта бұрылыс жасайды. Сөйтіп қайтадан кіндік сақинасы арқылы ішке кіру керек. Pectinate line, яғни анусты екіге бөлетін линия, жоғарғы және төменгі бөліктерге бөлетін. Неге олай біз бөлеміз? Себебі ол же оның нервтері, қанмен қамтамасыз ететін артериясы, веналары және лимфа түйіндері әртүрлі. Сондықтан ол осы линия арқылы сол анус бізде екіге бөлінген. Мынау да суретті, жақсы сурет, өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Даму енді жалпы іштің, яғни стенкасының дефекттері көрініс беруі мүмкін эмбриологиялық даму кезеңде. Ол бізде қандай деген кезде? Бізде вообще даму кезеңінде 3 түрлі структура болады. Ол rostral fold, lateral fold және caudal fold. Яғни краниальный бөлігі немесе латеральды және каудальды бөлігі. Осы үшеуінен бізде 3 түрлі структуралар дамиды. Немесе үшеуінен 3 түрлі әртүрлі патологиялар дамиды. Мысалы, краниальный бөліктің даму процесінде бізде эктопиокордис дейді, стернал дефекс. Оны қарап алсаңыздар болады өздеріңізге, тағы қызық болып жатса. Бізді именно қызықтыратыны бүйір бөліктің патологиясы кезінде қандай аурулар дамиды? Ол амфалоцеле және гастрохизис. Caudal fold деген именно құлықпен байланысты патология. Гастрохизис және амфалоцеле. Ол жалпы анықтамасы кіндік маңы тұсында жарықтан осы ішектің бөліктері сыртқа шығып кетеді. Яғни бізде стенкасы деп алатынымыз кіндік, осы кіндіктің тұсында бізде жарық болады. Сол дефектінің әсерінен бізде іш қуысының ішек бар, бізде мидгаттың бөлінделері сыртқа шығып кетеді. Соны біз гастрохизис деп атаймыз. Оның ерекшелігі ол перитониуммен қапталмайды. Перитониуммен қапталмаған, перитониуммен ол
ну райт сайт деген яғни сол ненің көбінесе оң жақтан шығады, ішкі қуысының оң жақ бөлігінен. Және бұл ерекшелігі бұл хромосомалық аурулармен байланыспаған, яғни кейінгі прогнозы былайша айтқанда лечение жеткілікті түрде жүргізілсе, баланы сақтап қалуға болады. Ал онфалоцеле ол бағанағыдай дәл сол секілді жарықтан кіндіктің жарығынан іштің ішкі қуысының бөлінділері сыртқа қарай шығып кетуін айтамыз, дәл сол секілді. Бірақ бұл жерде ерекшелігі уже шажырқаймен қапталады, шажырқаймен қапталған суреттерде көрсетілгендей. Бұл уже бұның ерекшелігі бұл көбінесе 13-ші хромосоманың 18-ші хромосоманың трисомиясымен соқтағы бізге көбінесе патау, 13 деген бізге патау, және 13 18 ұмытқалым. Осы екі хромосомалық аурулардың әсерінен, яғни сонымен бірге ассоциироваться етіп көрініс береді осы онфалоцеле. Және көбінесе басқа да структуралардың бұзылысымен көрініс береді. Сол туралы айтылған. Және көбінесе балаларда жиі кездесетін бұл кіндіктің жарықтары. Ол көбінесе аяқ асты пайда болады. Бұл көбінесе физиологиялық. Яғни мысалға ата-анасы осылай жалғыз айтып келген кезде, ол яғни ата-анаға түсіндіру керек, бұл яғни физиологиялық. Кейін бала өсе келе ол бітісіп кетеді. Яғни бұл адам организмінің әлсіз жеріне жатады. Тура линия альбаның тұсында орналасқан. Бала жылаған кезде қатты бір іш бөліміне қысым түскен кезде шығады. Бірақ кейін уже соңғы нәтижесі оң болып шығады. Көбінесе даун синдромы кезінде байқалуы мүмкін, және гипотиреоидизм дейді ғой, сол кездерде көрініс беруі мүмкін. Одан бөлек яғни трахеоэзофагеальный фистула аномалиялар. Ол трахея мен өңештің, яғни жалпы трахея мен өңеш нормада осылай бір-бірінен көршілес жатады. Бірақ біздің жағдайда эзофагеальный атрезия болуы мүмкін. Немесе эзофагеальный атрезия бізде трахея өңештік фистула бұл екеуі көбінесе өте жиі кездесетін жағдайлар. Мына суреттерде көрсетілген. Атрезия кезінде жалпы тамақтың өтуін нашарлайды. Балалар көбінесе құс тастайтын беретін болады, және тағысындағы көріністер болады. Ал трахея эзофагеальный фистула кезінде H деген әріп секілді уже балада белгілі патологиялар көрінеді. Мысалы ретінде бала анасының сүтін емген кезде көбінесе қақалып қалып жатады, себебі сүт уже прямой трахеяға, бронхтарға түсіп кету ықтималдығы бар. Және бала тыныс алған кезде ауа фистула арқылы өңешке түсіп, сол арқылы асқазанның жоғары бөлігі бар ғой, асқазанның яғни жоғары бөлігіне ауа ретінде жинап қала береді. Сөйтіп балада уже вздутие болады деген секілді. Нақты көріністерін көрсеткен. Яғни балада бірінші емізу кезінде байқалады, немесе андай тыныс алудың нашарлауымен удушье арқылы көрініс береді. Жалпы солай айтылған, және өте сирек кездесетін түрінде көрсеткен, яғни нақты бізде атрезия байқалады, ал өңештің төменгі бөлігі трахеямен жалғасады. Бұдан бөлек асқазанның төменгі бөлігі, яғни пилорикалық бөлімнің стенозы, бұл да балада жиі кездесетін ауру. Яғни ол асқазанның төменгі бөлігі бітеліп қалған, обструкция, олықтан уже арай тамақ өтпейді. Көбінесе пальпация кезінде, және балаларды көбінесе пальпация кезінде өте анық қарау керек, себебі олар қай жері ауыртқанын айта алмайды деген секілді. Сондықтан өте мұқият пальпация жасаған кезде де мұқият болу керек. Пальпация кезінде міне олив секілді, бұршақ секілді бір түйін байқалады. Баланың эпигастральды бөлігін пальпациялаған кезде сол үлкен гипертрофияланған, гиперплазияланған төменгі бөлік пилорикалық бөлімнің бұлшықеттерін пальпация кезінде пальпировать ете аламыз былайша айтқанда. Және балада клиникасында көбінесе өтсіз, яғни бала құсқан кезде құсақтың ішінде өт болмайды, себебі бізде уже өт 12 ерекшеге бөлінеді мына тұста. Ол былай қарай асқазанға қарай өте алмайды. Көбінесе міне клиникасында 2-6 апталық балада құсу арқылы көрініс береді. Көбінесе жаңа туылған ер балаларда жиі кездеседі дейді. УЗИ арқылы анықтауға болады. Именно сол пилорикалық бөлімнің үлкеюі, қалыңдауы және ұзаруымен көрініс береді. Емі ол уже хирургиялық жолмен сол пилорикалық бөлімді просто алып тастайды, пилоректомия деп аталады. Пилоромиотомия, яғни бұлшықеттің именно алып тастайды. Одан бөлек атрезия, яғни жалпы бізде екі түрлі атрезия көріністері болады. Ол 12 ерекшеліктің атрезиясы, және төменгі тағы бізде тоқшек, ашшек деген секілді сол шектің атрезиясымен көрініс береді. Бұлардың симптомдары қандай?
көбінесе іш қату болады, вздутие болады іш бөлімде. Ең бірінші туған кезде, бірінші екінші күнде сондай көріністер байқалады. Бұл жерде жоқ, сан кезінде өтпен құсықтың ішінде өттің бөліктері болады, яғни желчтың, былайша айтқанда. 12 елшектің атрезиясы кезінде біз білеміз 10 аптаға дейін 12 елшектің іші қуыс болады, и 10 аптаға дейін ол қуыс бітеледі, және қайтадан сол эмбрионалдық кезеңде қайтадан реканализация жүру керек. Сол процестің жүрмеуінің кесірінен, сол процестің жүруінің бұзылысынан бізде осы 12 елшектің атрезиясы байқалады. Оны бізде рентгеннен көре аламыз, рентгенде көрсеткен асқазан деп алсақ, примерно, и уже атрезия байқалады. Дабл-бабл деген симптом байқалады, екі шар секілді, екі үлкен шар секілді даун синдромы кезінде байқалады. Жіңішке ішекпен подвздошная кишка дейді ғой, қазақшасын ұмытып қалдым. Егер білсеңіздер, комментария жазып кетсеңіздер. Так, солардың атрезиясы бізде именно қан айналымының бұзылысымен көрініс береді. Бұл екеуі бізде жоғарғы шажырқайлық артерия арқылы қанмен қамтамасыз етіледі нормада. Бірақ сол қан айналымының бұзылысының әсерінен бізде ишемия дамиды, одан уже некроз алып келеді. Ол некроздан ол уже некроз болады, ол уже яғни қанмен қамтамасыз бұзылған. Так, одан бізде паузалар, газовый пауза деп айтады, соларды байқауға болады. Және уже рентгеннен қараған кезде үш шар секілді көріністер байқалады. Ол именно асқазанның, 12 елшектің және бана проксимальды жіңішке ішектің проксимальды бөлігінің көріністері. Так, олар көбінесе цистик фиброзиспен, бана гастрошизиспен көрініс береді бірге. Көбінесе неден болуы мүмкін бұлар? Анасы табак, яғни темекі шылым шеккен кезде, немесе банағыдай наркотик дейді ғой, кокаин, яғни андай тамырларды қысып тастайтын, яғни сол наркотиктардың әсерінен екі қабат кезінде осындай бір зиянды заттарды қолданған кезде бізде осы атрезиялар дамиды екен, жалпы. Және ендігісі соңғы тақырып ол ұйқы безінің және селезенка дейді, соның эмбриологиясы. Жалпы ұйқы безі ол банағыдай форегат дедік қой, жоғары бөліктен дамиды. Оның екі түрлі бөлігі болады. Алдыңғы вентральный және дорсальный бөлігі болады. Вентральный бөлігі мына суретте көрсетілгендей бізде 12 елшек болса, соның екінші бетінде орналасады. Ал дорсальды бөлігі сол өзінің асқазанның астыңғы бөлігінде жайғасады. Бізде вентральды бөлігінен, бізде дорсальды бөліктен оның басы дамиды. Басы деген секілді құйрығы, денесі осы дорсальды бөлігінен дамиды. Енді бірінші патология ол annular pancreas, сақина тәрізді 12 елшек, мына суретте көрсетілгендей 12 елшектің яғни вентральды бөлігі 12 елшектен айналып өзінің орнына түсетін кезде белгілі бір патология болған. Сол себептерден ол толықтай өзінің орнына түспеген, яғни мына жерде орналасу керек еді, толықтай түспеген. Сондықтан ол бір сақина тәрізді 12 елшекті бүйтіп жармап алған деп айтуға болады. Именно 12 елшектің екінші бір бөлігі деп айтады ғой, сол жерінде орналасады. Ол қандай көріністер береді? Ол уже 12 елшекті қысып тастайды, былайша айтқанда, сужение. Және құсу көріністері байқалады. Және жарғай тамақтың өтуі нашарлайды. Бұл да уже даун синдромының кезінде байқалады.
екіншісі ол панкреас дивизиум, яғни ол да осы вентральды, яғни алдыңғы бөлігі именно 7-ші апта уақытында дарсальды бөлігіне өту кезінде болатын патологияны айтамыз, яғни ол да өтпей қалады былайша айтқанда. Соның әсерінен сол анам көбінесе бала туылған кезде ол қалыпты өмір сүре береді. Басында симптомсыз жүреді, бірақ кейін ол уже созылмалы іштің ауырсынуларына немесе панкреатитке әкеліп соқтырады. Және келесі бізде селезенка. Ол бізде банағы ол да бізде форекаттың, яғни алдыңғы бөліктің өсіндісіне жатады. Ол да бізде чревный ствол арқылы қанмен қамтамасыз етіледі. Және одан бізде чревный стволдан кәдімгі сол селезеночная артерия шығады, сол арқылы қанмен қамтамасыз етіледі. Оның орналасуын білеміз, яғни асқазанның сол жақ бүйірінде орналасады. Бағанағы бізде эритроциттердің могиласы деп жатыр ғой, сол бөлігін айтамыз. Егер тағы сұрақтар болса, жаза кетсеңіздер болады комментарийге. Сол сіздерге жауап беруге тырысамыз.